Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Маңғыстау облысы Қарағай ауданы Жетібай ауылы нөмірі 9 бастауыш коммуналдық мемлекеттік мекемесінің информатика пәні мұғалімі Алданышева Альбина Бақытжанқызы. Бүгінгі педагогикалық идеяның тақырыбы трендтегі жасанды интеллект және цифрлық құралдар. Жалпы идеяның мақсаты мен міндеттері оқушыларды жасанды интеллектке бағыттау, қазіргі оқыту технологияларына қалыптастыру, ақпараттық технологияларды білімін арттыру. Жалпы идеяның өзектілігі бұл технологияларды оқушыларды ақпараттық сауаттылығын арттыру және де информатика саласында жасанды интеллект пен заманауи цифрлық платформаларды оқушыларға қолдануды үйрету. Жалпы жасанды интеллект ол мұғалімді алмастырушы емес. Біздің сыныбымызда 25 оқушы болатын болса, 25 түрлі жүрек, 25 түрлі қабілет, 25 түрлі ой болады. Сондықтан осы кезде жасанды интеллект біздерге сол 25 жолдың бірін зиянын келтірмей оқушыларға түсіндіруді үйретеді. Жалпы мен сіздерге бүгін мен білім берудің жаңа дәуірінде алып баратын идеяларымен бөліскім келеді. Менде өте көп платформалар бар, солардың бірнешеуін сіздерді таныстырып өтейін. Бұл жердегі бағдарлама біздерде платформа фотолаб бағдарламасы. Бұл фотолаб бағдарламасы оқушылардың кішкентай кезіндегі немесе үлкен кезіндегі болашақ мамандықтарында көмектесетін жасанды интеллекттердің бірі болып табылады. Ол бізге 3 күн бойы тегін болса, одан кейін ақылы түрде жүреді. Осы 3 күнді құр босқа өткізбей, көптеген суреттерді өзіңізге жазып алуға және шығарып алуға болады. Фотолаб бағдарламасындағы оқушылардың шығармашылығын арттыру мақсатында олардың болашақ кезіндегі мамандықтарын шығарып ақылген болатын. Бұл жерде оқушылардың эмоциясын өте әдемі көрсете алады. Осы кезде бізге фотолаб платформасы үлкен көмек береді. Жаңа сіздерге ақылы платформаны көрсеткен болсам, сіздерге енді тегін платформа. Бұл тегін платформаның аты Grok. Бұл әлемде ең танымал тұлғалардың бірі Илон Масктың компаниясында жасалған жасанды интеллекттегі чат-бот, яғни суреттерді тірілтуші. Бұл жерде менің оқушым Қалмұрзаев Аянның практикалық жұмысы, яғни мұғалімдер мен оқушылардың кәдімгі суретін бұл жерде жүргізіп құшақтап тұрды. Және де біздерге көмекші жасанды интеллекттер бар. Бұл жерде өзіңіздің алдыңызда тұрған Skybox AI, Slido, Edugo Play және TUI және Kazmach. Kazmach біздің Қазақстанымыздан жасалған платформа болып табылады. Бұл жерде ол интерактивті тақта. Бұл жерде біздер оқушыларды топқа бөле аламыз, секундамер таймер қоя аламыз. Ал Skybox AI-ды айтатын болса, бұл 360 градусты 3D форматта жасап береді. Slido өзі айтып тұрғандай біздерге слайд жасап береді. Edugo Play қазіргі жасанды интеллекттердегі ең танымал болып жатырған бақа, яғни бақаларды ойындар арқылы жасайтын платформа. Ал TUI визуалды құрылысы, яғни викториналар жасай алады. Біздерге сәйкестендіру немесе көптену орнына жасай алатын платформа. Жалпы жасанды интеллект бізге не үшін керек дейтін болсақ, бізде 25 оқушының манағыдай айтқан 25 түрлі жүрегі, қабілеті, ойы бар. Ал бұл жерде біздерге жасанды интеллект бір ғана мұғалімнің күші жетпеген кезде жасанды интеллект бізге үлкен көмек береді. Жалпы мен бұл платформаларды практикалық түрде орындаған болатыным. Бұл жерде біздерге 4-ші сынып оқушылар көмекке келді. Бұл жерде менің оқушылармен жасаған практикалық тәжірибелерім, яғни суреттерді тірілту, манағы айтып өткен Grok бағдарламасы, яғни тегін платформасы арқылы оқушылар өздері жасап, практика жүзінде маған көрсеткен болатын. Жалпы 4-ші сынып оқушыларымызды да жоғары сыныптың оқушылары сияқты президенттікке басқаруға үйрететін болса, оқушыларымыз заманға сай жақсы білікті маман болатынына сенімдімін.
тақырыбыма ұсыныс білдіргім келеді. Бұл жерде менің тақырыбым жасанды интеллект және цифрлық құралдар. Яғни біз оқушылардың факультатив ашылса, біздердің қазіргі өтіп жатқан сабағымызда жасанды интеллект және де цифрлық құралдарды уақытымыз көп кетіп қалғандықтан біздер көбіне үлгермей жатамыз. Сол кезде бізге факультатив сабақ болса, оқушыларды видео түсіруге, мобилография саласына үлкен қарқынды жасауға көмектесетін болса, біздерді үлкен заманға сай оқушылар шығатынына сенімдімін. Ұлпан анамызда елдің анасы болмасам да, елдің баласына білім беріп отырған мұғалім ретінде осы ұсынысымды қабыл аларсыздар. Назар аударғандарыңызға рахмет.